Сәлем достар, бүгін біз картоптан жасалған осындай керемет самсаларды жасаймыз. Ол үшін бізге керек ұн, жұмыртқа, сары май және су, салқын су. Салқын суға тұзымызды көз мөлшеріне салып алғанымыз. Барлығын ұнға салып, иелеп бастаймыз. Суымыздың барлығы таусылады. Осылай біртіндеп құямыз, бірден сұйық болып кетпес үшін. Мінекей, кішкене жұмсақтау болады. Осылай жасап қамырымызды екіге бөлеміз. Менде столым, қамыр жаятын стол кіші болғандықтан екі бөлікке бөлдім. Немесе үлкен бір бөлік жасасаңыздар болады. Столды қамыр қалай жайғанымды көрсете алмадым. Өйткені столым тар, кішкентай. Сосын 100 грамм сары майды, шедевр 72% сары майды ерітіп, осылай жайып және қолымызбен осылай орап шығамыз. Барлығын біркелкі орап, осылай салафанға салып, морозилкаға 1 сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. 4 картоп, 3 пияз, жуа және солай ұсақтап, кубиктап турап аламыз. Барлығын. Және де фарш керек болады. 300 грамм. Үйіңізде қалып кетсе 300 грамм қолдансаңыз болады. Картоптарды барлығын турап аламыз ұсақтап. Дәл солай пиязымызды, яғни жуамызды да тураймыз. Салмасына. Мінекей. Содан кейін барлық салмамызды көз мөлшерінде тұз, бұрыш салып және жаңағы фаршымызды салып жақсылап араластырамыз. Мінекей, видеодағыдай араластырып, жаңағы морозилкадағы қамырымызды алып 40 граммнан өлшеп саламыз. Көз мөлшерде істесеңіздер де болады. Тапсырысқа жасасаңыз 40 граммнан жасайсыз. Және тапсырысқа жасаған кезде картоптан емес, егер тек қана фарштан жасайтын болсаңыз, 600 грамм фарш және пиязын шамалы көптеу қыласыз. Сосын ұн шашпай, осылай ұнсыз қамырды жайсаңыз әдемі көрінеді сызықтары. Егер тақтайыңызға қамыр жабысып бара жатса, азғантай ғана ұн шашыңыз. Осылай жасаймыз. Ұн сеппесеңіздер де болады. Бұлай видеодағыдай көрсетемін. Қалай өруді. Осылай басынан бастайсыз және 3 бұрыш қылып, тек қана шымшып қана отырасыз. Осылай 3 саусақпен шымшып отырасыз. Видеодағыдай жасасаңыз, қолыңыз үйреніп кетеді. Бастапқыда үйренбеуі мүмкін. Мінекей, осылай жасаймыз. Тағы да біреуін алып жасап көрсетейін. Дәл видеодағыдай жасап көріңіздер. Қолыңыз кейін үйреніп кететін болады. Бірінші осылай жан жақтарын бекітіп шығамыз. Содан кейін барып, мінекей, тек шымшып қана өріп отырамыз. Бірінен кейін бірін 3 саусақпен, мінекей, дәл видеодағыдай жасаймыз. Жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте жұмсақ, қытырлақ, әдемі. Мінекей, тағы да көрсетіп жатырмын. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар, міндетті түрде ұқсайды.